Барлығына сәлем достар. Сюжет мұнай бұрғылау қондырғысында өтеді. Роуз компанияның өкілі киімдердің жаңа кестесін әкеліп, вахтадағы кезекшілігі біткен бастың әзіліне жауап береді. Мұнай платформасының басшысы Магнус дәл осы сәтте материкпен байланысқа шығып, тікұшақтың кешігіп жатқанын біледі. Себебі барлық машиналар басқа мұнай компаниясының эвакуациясына жөнелтілген. Бас көңіл көтеруді жалғастырады, бірақ оның әріптестерінің бірі жігітті кетулер тізімінде жоқ деп ренжітеді. Оның тікұшақтағы орнын материкпен байланысуға тырысқан Фуллерге берген. Бұл уақытта станцияда байланыс жоғалған Магнус барлығын жинап, рейсті күту керек екенін хабарлайды. Қызметкерлер нақты күндерді талап етеді, бірақ бастық бұл сұрақтарға жауап бере алмайды. Электр қуатының үзілуіне байланысты жиналыс тоқтауы тиіс. Жұмысшыларға қайықтарға көтерілу бұйырылады. Магнус пен Роуз диспетчерлік бөлмеге келіп, сенсорлар қысымның күрт артқанын көрсетеді. Дәл осы сәтте босс жақын жерде орналасқан платформалардың өртеніп жатқанын байқайды, бірақ онымен байланысуға мүмкіндік жоқ. Жер асты дүмпулері басталып, Элвин Магнусқа бәрі жарылуы мүмкін екенін ескертеді. Екінші жағынан, басшыға Роуз бұрғылау қондырғысының тоқтатылу пайданың жоғалуына әкелетінін еске салады. Бірақ соған қарамастан, босс жүйені өшіруге бұйрық етеді. Қуат қалпына келтірілді, бірақ байланыс әлі жоқ. Фуллер көмекке шақыру үшін Магнусқа рация береді. Жұмысшылар эвакуацияны тоқтатады, ал Хаттон әбігерге түсіп, жас әріптестеріне бұл жиналысты аяқтау және артық жұмысты тоқтату үшін жаттығу болды деп сендірді. Бірақ сол кезде платформа дірілдей бастайды. Магнус көмекке шақыруға тырысады, бірақ оның назарын қорқынышты жағдай аударады. Оны басқа жұмысшылар да көреді. Қою тұман бұлттар қондырғыға жақындап келеді. Магнус спутниктік жүйені тексеру үшін мұнараға жөндеушілерді жіберуді шешеді. Тапсырманы бас және Фуллерге сеніп тапсырады. Магнус жігітке тікұшақтағы өз орнын уәде етеді. Егер ол байланысты орната алса, бас бірінші көтеріледі және бір сәтте шағаладан қорқып құлап кете жаздады. Жоғары қабатты жігіттер арасында ұрыс басталады, бірақ олар тақырыпты жауып, спутникті тексеріп үлгереді. Фуллер бірінші төмен түседі, ал бас кідіріп, еденде өліп жатқан шағаланы байқайды. Олар төменгі қабатта бастың түсуін күтіп отыр, бірақ белгісіз себептермен жігіт мұнарадан құлап кетеді. Дәрігерлер басқа көмек көрсетеді. Роуз Магнусты диспетчерлік бөлмеге әкеледі, және олардың станциясы ғана емес, бүкіл мұнай құбыры тоқтап қалғанын және жермен байланыс жоқ екенін көрсетеді. Кэт Хаттонға бастың ауруханасыз мүмкіндігі жоқ екенін айтады. Олар оған көмектесе алмайды. Кэт өзін әрекетсіздігі үшін кінәлайды, ал Хаттон дәрігерге шабуыл жасайды. Кэт ол үшін оның ауырған аяғына соққы тигізеді. Түн түсті. Элвин бастың қасында қалады, бірақ жігіттің қалай есін жиғанын байқамайды. Хаттон Магнустың кеңсесінде тағы бір жанжал шығарады, ал бастық жанжалдан аулақ болу үшін кетеді. Дәліз шулай бастайды. Элвин не болғанын білу үшін басты жалғыз қалдырып шығады. Денлин бастықтан тікұшақ алаңына шығуын сұрайды. Хаттон барлығына станцияның жақын арада жабылатыны туралы құжат тапқанын айтады, және Магнус команданың жұмыстан босатылатынын мойындайды. Босс монологы кезінде ауада күл түйіршіктері пайда болады, ал бас баспалдақпен әріптестеріне көтеріледі. Біраз уақыттан кейін бас палатада есін жиды. Жігіт мұнарада не болғанын есіне түсіруге тырысады, және кенеттен ашумен ұра бастайды. Ол оларға толқынның келе жатқанын айтады. Грейс айтқандай, бастың қалпына келуі негізі тым оғаш, және ешкім көрмегенде жігітте ауыр жарақаттар жазылады. Команда кеме жол серігі беруге тырысып жатқан сигналды байқайды. Олег Бал командаға жақын арада көмек келеді деп хабар алады. Бас өзін тексеруге тырысады, бірақ станцияны алып толқын соққан елестер көрінді. Барлығы бұл мүмкін емес деп санайды, және орнатудың биіктігі оларды қорғайды. Бірақ Элвин тарихта болған осындай цунами оқиғасы болған есіне алады. Бастың жағдай нашарлап, алтын тіс жөтеледі. Роуз Магнусты қалуға көндіреді, компания шығынға ұшырамас үшін. Бастық әңгімені кейінге қалдырады, себебі Кэт бастың жоғалып кеткенін айтады. Элвин басты тауып, оның біртүрлі екенін байқайды. Ол станциядан шыға алмайтынын айтады. Олег шешініп, суға түспекші, және денесі қанды екенін байқайды. Бұл кезде Хаттон өз кабинасынан терезе арқылы шығып қашып кетеді. Хезерлэгті жерден тапты, оны басшыға хабарлады. Ол жерге Магнус пен Роуз келді.
Элвин мен Фуллер көпірден жаңа сигналды байқап, палубаны тексеруге шығады. Олегтің денесінен татуировкалар жоғалып кетеді, және олар кабинада бастың алтын тісін тапқан кезде команда күлмен байланыста болғаннан кейін дене барлық бөтен заттарды қабылдамайтынын түсінеді. Роуз күлді биологиялық құрамы бойынша сынамақшы. Фуллер қайықтарды тексеріп, абайсызда қолын жарақаттаған. Бұл адам біреудің шамдарын мен сос сигналын беріп жатқанын байқайды, және кеме кезекшісі станцияны шұғыл тексереді. Олар ішке кіруге тырысады, бірақ Хаттон да басқа есіктерді жауып тастады. Кірудің басқа жолын іздеуде. Хаттон эвакуация сигналын қосады, және базада дүрбелең басталады. Магнус Элвиннің базаны іздеп модульге оралмағанын байқайды. Бұл кеме жақындаған бойда оны толқын шайып кетеді деген сөз. Карл өз еркімен досын іздемекші. Элвин басты тауып, басқаларға қайта оралуын өтінеді. Бірақ жігіт судан өмірдің қалай пайда болатынын көру керек дейді. Баз Элвиннің тамағынан ұстайды, ал адам суға түскендей тұншыға бастайды. Магнус досын құтқаруға тырысады, бірақ ештеңе шықпайды. Кезекші кеме бұрылып, ештеңе түсіндірместен кетіп қалады. Роуз күлді тексеріп, бір стақанға бір тамшы қан тамызады. Қыз біртүрлі паразиттердің тірілтетінін байқайды. Ол оны Магнусқа көрсетеді. Осы кезде станция бастығы қайтыс болған достарының тізімінен сызып тастайды. Роуз бүкіл командадан және уланғандардан қан анализін алатынын айтады. Тұман басылып, көрші платформа өртеніп жатқаны көрінді. Хаттон құтқарушы кемені қайықтарда қуып жетуді ұсынады. Бірақ Денлин бұндай қашықтықта жанармай жетпейтінін түсінеді. Фуллер зертханада базды табады. Жігіт сынақ нәтижелерін тапты. Роуз жігіттің қан үлгілерін ұрлағанын байқайды. Роуз ұстап үлгермейді. Магнус Фуллерді оқшаулауды шешеді, себебі ол қолын жарақаттаған. Бастық залға жиналып, палубаны жалпы тазалауды және базды қайтаратын іздеу тобын құру туралы сұрайды. Бұл кезде жігіт қан үлгілерін суға лақтырып, палубалық суару жүйесінің астына түседі. Хаттон командаға ұрыс шығаруды қоймайды. Баз мұнай цистерналарына келеді және барлық сұйықтықты қатырады. Роуз зерттеулердің нәтижелерін табады. Онда күлден алынған ұқсас споралар есептерде пайда болғаны және әр жолы осы споралар бар қазбалар жаппай жойылу алдындағы соңғы дәлелдерді тапқаны анық. Басты іздеп жүрген жігіт резервуарды тауып алады. Әріптестерін көмекке шақырады. Бірақ Хаттон мен Денлин оған түскенде ол баспен кездескеннен кейін бөлініп еденде жатыр. Денлин досына жұдырығын ашуды сұрайды және оның ішінен тамағына түсе бастаған металл пломбаларды көреді. Платформада база дірілдей бастайды. Қуат қайтадан өшеді. Бірақ Роуз жұмысты жалғастыруды талап етеді. Магнус мәселені шешу үшін Фуллерді босатуды шешеді. Баз мұнай цистерналарында қасында тұр. Жігіт оны басқан балдырларды тексереді және қызға оның міндеті осы жерде қорғау екенін айтады. Бастың жанында Карл пайда болып шабуыл жасауға тырысады. Бірақ капитан көмекке келіп, қыз қашып үлгерді. Фуллер қуатты қалпына келтіре алды, бірақ команда мұнарада газ алауы сөнгенін байқады. Және бұл барлық команданың жарылуына немесе улануына әкелуі мүмкін. Оны автоматты қосу шықпайды және Денлин оны қолмен жасауды ұсынады. Фуллер жұқтырған болуы мүмкін екенін түсініп, алауды өртеу туралы шешім қабылдайды. Команда жолдасқа қолдау көрсету және оны кранмен мүмкіндігінше жақын жеткізу үшін сапқа тұрады. Жақын болу үшін белді созып, алауды жағып үлгерді, бірақ жалын жігітке тиіп, есінен танып қалады. Дэн Хизерден оны басқару панелінде ауыстыруды сұрайды, және ол отбасымен қоштасу хатын жазу үшін кабинаға барады. Бас айдайтын мұнайдың негізгі құбырын өшіру керек екеніне сенімді, бірақ бұл тек оның негізінде жасалуы мүмкін. Роуз Фуллерді қалдырып, дәлізде Кэт пен Хейзлді кездестіреді. Қыздар өмірлік форманы талқылайды. Кэт қорқатынын мойындайды, себебі оның аяғы ауыр. Фуллер қыздардың әңгімесін естіп қалады. Магнус кезінде қайтыс болған баласын дәлізден көреді, бірақ оны басқаларға мойындауға батылы бармайды. Бұрышта жігіт бастық жақында салған шеңберлерін салады. Магнус барлығын басқару бөлмесіне жинайды. Қондырғыдағы қысым шатырдан өтеді және мониторларда бастың құдықты қалай ашуға тырысып жатқанын көреді. Пульт жігітке кедергі жасамайды және Магнус ұңғыма сағасын блоктау үшін манипуляторды қолдануға бұйрық береді.
Сынақшы жабдықты түсіреді және экранда командалар төменгі жағында болмаған біртүрлі шеңберлерді көреді. Манипулятор ұңғыма сағасын өшіреді және бастың жоспары орындалмайды. Бас ойланып, бізге тек Фуллер көмектеседі деп түсінеді. Топ базада әрі қарайғы әрекеттерін талқылап жатқанда байланыс пайда болады. Магнус жағаға жанасу үшін Фуллерді жағажаймен байланысқа жібереді. Кэт бірден қызына телефонын соғып, ол тұманның жақындап келе жатқанын көрсетеді. Дәрігер қызға көшеге шықпау керектігін ескертуге тырысады, бірақ байланыс үзілген. Магнус та жағалау күзеті оның көмек туралы сигналын алған-алмағанын түсінбеді. Роуз Фуллер салған шеңберлерді байқады. Фуллер де өзінің біртүрлі іс-әрекеттерін байқайды. Оның қолындағы жарақаттар көз алдында жазылып кетті. Фуллердің құлағына көмек шақырған бастың даусы шығып, ол радионы тастап кетіп қалады. Магнус барлығын шұғыл кездесуге жинайды, бірақ Роуз досын іздеп кетеді. Ол Фуллерді душтан табады, және ол жұқтырғанын түсінді. Қыз жігіттің құшақтайды және осы уақытта оған Роуздың азапталып жатқаны елестейді. Залда даулар басталып, Хаттон мен Кэт арасында тартыс басталады. Хезер құрбысын қорғау үшін оның сырын ашады. Магнустың жүрегі сыр береді. Роуз оны демалсын деп бөлмесіне жібереді. Роуз Фуллерге келеді, бірақ тек хат табады. Сол уақытта тынышталмақшы болған Кэт базға бара жатқан Фуллерді көріп қалады. Дәрігер оның артынан жүгіріп, өсімдікке толы бөлмеге тап болады. Ол кіре салысымен түсініксіз организмдер оның ішінің айналасына оратылады. Топ жарықтарды байқайды, олар эвакуация жасалатынына сенімді. Роуз Магнусты әзірге шақырмауды шешеді, бірақ бұл жай ғана көрші станциядан келе жатқан қайықтың жарығы. Роуз тірі қалғандарға көмек қажет деп ойлайды, бірақ Хаттон өзімізге де кедергі жеткілікті екенін ескертеді. Қайықтың ішінде компания басшысы Дэвид Коук екен. Оның диспетчерлік бөлмеге алып кіруін өтінеді. Роуз бірақ оны тексерістен өтуін талап етеді. Басқа платформа адамы Хариш осы жайттардың барлығы жаңа машина мен мұнай сынап бастағанда басталды дейді. Магнус Кэтке келіп кешірім сұрайды. Фуллер бас шақырған бөлмеге келді. Магнус Роузға келіп досына не болғанын сұрады. Ол басшыға шеңберлер жайлы айтып, ары қарай не істейтінін білмейтінін айтады. Хейзер Дэвид Коукты базадан іздейді, бірақ ондай адам мүлдем жоқ. Магнус та онымен сөйлесіп біртүрлі әрекетін байқайды. Хейзер достарына болған жайтты айтады. Роуз шеңберді зерттеп, бұл өлшем екенін түсінеді. Қыздың сөзін Коук келіп үзеді. Фуллер бас пен Гарлды тауып, олар көмек қажет екенін айтады. Коук адамдарды ұрысқа шақырып, осы үшін жұмыстан шығармайтынына уәде етеді. Хейзер Коуктың станцияға келмес бұрын бұл организмдердің бар екендігін білгенін анықтады. Фуллерді программаға амал тапты, бірақ ол бас пен Гарлдың барлығын жоймақшы екенін түсінеді. Коук керекті команданы жинап, бір жоспар құрбақшы. Коук топпен келіп газды қосады. Ол уақытта Гарл да келіп жетті. Тек қана өсімдіктерді емес, барлығын тұншықтырып жатыр. Фуллер системаны өшірмекші, бірақ ол да есінен танып қалды. Болған жайтты Коук бақылап, есікті жауып тастайды. Оны көрген Кейт достарын аман алып қалу үшін есікті ашпақшы, бірақ бәрі кеш. Денлен Хаттонның көзінше құлайды. Хаттон барлығына өзін кінәлайды. Магнус есікті ашады. Роуз Фуллерді іздеуге шығады. Қыз бірінші Денленнің денесін, одан кейін Фуллерді табады. Ол жан тапсырды деп ойлайды, бірақ өсімдіктерге жан бітіп, жігітте оянады. Магнус Хаттонды өзін жазғырмауға шақырады. Фуллер қызына бір зат олармен байланысқа шыққысы келетінін айтты, бірақ олар тыңдамайды. Топ Коуктың көзін құртпақшы. Сол уақытта судағы шеңбер ғайып болады. Осы жайттарға дейін 2 күн бұрын Коук жаңа машина мен тест сынамасын жасап, осы организмді тапқан. Ол мұнайды өндіруге кедергі жасаған. Коук оның көзін жою үшін платформадағы барлық адаммен бірге өртеп жіберген. Ол мойындайды. Оны жасамағанымда адамзатты түгел тұман басатын еді дейді. Магнус барлығын Роузға айтып, ол бізге уақыт бер, басқа амал табамыз дейді. Магнус Коукпен қосылып, ол организмді жойғысы келеді. Бірақ Роуз оны көндірді. Олар басқа барып, организммен тікелей байланысқа шықпақшы. Бас барлығы кеш дейді.
Ол уақытта Коук вертолет шақырып барлығын қалдырып станцияны жарып жібермекші. Ол қашып бара жатқан кезде Хаттон алдынан шығып, досы үшін кек алғысы келеді. Бірақ сотқа қалдырамын деп шешті. Барлығы вертолетқа отырып, цунамиден қашады. Магнус басқа бізбен бірге жүр дейді. Бірақ ол организмді қорғауым қажет деп жауап береді. Вертолет әуеге көтерілді. Су станцияны басып алып кетті. Енді Коук адамзатқа қауіп төніп тұр деп айтты.